жыннан азат қылады. Бір кісінің ұлы қатты жынменен қиналады, жиі құлап, жаңағы отқа да суға да құлап, оның мазасын алған. Сөйтіп Исаның шәкірттері соны емдей алмайды, қуа алмайды. Бірақ Иса келеді, бір бұйрық беріп, жыннан азат етеді осы жерде. Сонда жаңағы шәкірттер сұрайды, жаңағы неліктен біз жынды қуып шығара алмадық деп сұрады. Сол кезде 20-шы аятта Иса оларға былай деді: сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен, сенімдерің жеткілікті болмай қалды. Және сонда жын шығаратын билік бердім дейді. Билік болу бір нәрсе да, бірақ екіншіден сенім болу бұл екінші нәрсе екен. Соның артасында мысалы біздің полиция қызметкерлері, олардың мысалы құқығы бар. Жаңағы егер адам бір нәрсе дұрыс істемей жатса, соны барып тұтқындап алып кететін. Бірақ екіншіден, сонымен қатар мысалы ютубта көп бір видеолар болады ғой, мысалы бір әйел адам полицейский болып қалса, жаңа үлкен бір еркек бір заң бұзушылық жасап жатса, ана әйелдің соны тұтқындауға шамасы келмей жатады. Енді ол әлсіз ғой. Ана жерде мысалы 2 метрлік үлкен бір еркек, мықты еркек бір соны қайтып тұтқындайды. Бұл айтады, бұл билік жаңағы берілген оған. Бірақ оның сол билігін жүзеге асыру үшін оның күш қуаты жоқ, қауқары жоқ. Тура солай сенім мәселесінде де солайды. Осы сенің адамда сенім болу керек. Адам шын мәнінде де өзін Құдайға толығымен тапсырып, жаңа осыны істей аламын, бұны істейтін мен емес, бұны істейтін Құдайға деген толығымен еш шүбәсіз, ешбір күмәнданбай сенім арту. Сәлеметсіздер бауырларым, Құдай жарлыққа бата берсін. Бүгін міне Кел кітап әңгімесімен кездесу басталды талант бауырмен. Бүгінгі тақырып сол 17-ші тарау Матай жазған ізгі хабардың. Сол бойынша болады. Сол жерде мына Исаның нұрланып кеткен жері бар. Жын соққан адамның жазылғаны бар. Сосын ғибадатханада салық туралы жазылған. Сол туралы тақырыпта болады. Талант бауырым. Осы тақырыптарды сіздер өздеріңіз оқып аласыздар, жақсылап. Егер де оқымасаңыздар, сізге онша түсініксіз болып қалады. Сол себептен өздеріңіз оқыңыздар, көріңіздер, тексеріңіздер. Біз осы туралы қозғаймыз. Талант бауырым, осы Иса шәкірттерін, 3 шәкіртін ертіп алып, бір тау жаққа барған кезде, таудың жоғары жағына көтеріліп, қасына Жоханның інісі болу керек. Жоханбет, кім еді? Ұмытып қалдым уже. Жақыптың інісі Жохан. Жақыптың інісі Жоханды ертіп алып, жоғары шыққан кезде, оның қасына 2 адам келеді. Біреуі Мұса болады, біреуі Ильяс болады. Олар негізі бұрын ол өмірде болмаған. Бірақ сол жерде пайда болады бірден. Сосын Исаның жүзі жарқырап кетті дейді. Үстіңгі киімі нұрланды дейді. Сол кезде жаңағы шәкірттер айтады: біз осыны қандай тамаша әдем болды. Енді осы жерге күрке құрайық дейді. Біреуі Мұсаға, біреуі сізге, біреуі Ильясқа дейді осы жерде. Мен осы нәрсеге қалай болып кетті? Осы қалай ол нұрланып кетті? Және ол Мұса қайдан келіп қалды? Ильяс қайда кетіп қалды? Олар қайдан келді? Сол туралы түсіндіріп жіберсең. Негізі бұл киелі кітапта әсіресе осы Інжілдердегі ең бір жағынан қызықты, екінші жағынан жұмбақ, үшінші жағынан сондай бір күрделі үзінділердің бірі. Бірінші аяттан бастап қарасақ, мысалы Иса жанына дейді, тек Петрді, Жақыппен және оның інісі Жоханды ғана ертіп алып, бір биік таудың басына шықты дейді. Енді осы үшеуінің ғана ертіп алып, осы үшеуімен ғана, тек осы үшеуіне ғана бір нәрсе тәлім беру немесе осы үшеуімен ғана дұға ету, бір ғибадат жасау Исаның әдеті. Бірақ оның қасында шәкірттер болды ғой, басқа да шәкірттер. Енді сол үшеуін алған, ал қалғандары неге ертіп апармаған оны? Енді сол сұрақты мысалы кейде неге деген. Бірақ біз киелі кітаптың ешбір жерінен Иса тек осы үшеуін алған себебі мынандай деп түсіндіруді көрмейміз. Бірақ егер мысалы сондай түсіндірме бар болып қалса, бізге айтыңыздар де комментарийлеріңізде. Бірақ негізі айтылмайды. Енді оның бірден бір себебі менің ойымша, егер кез келген бір ортаны алсаңыз, Исаның шәкірттері 12 адам. Мысалы біздің балаларымыз мектепке барады, сол әрбір сыныпты қарасаңыз,
жаңағы жақсы оқитындар болады, үздік оқитындар болады, сосын онша емес оқитындар болады. Айтқаныңды бір дегенде түсінетіндер болады, айтқаныңды бір дегенде емес, бір 6-7 дегенде ғана оның өзінде жартысын ғана түсінетін адамдар болады. Бұл жерде енді менің ойымша Исаның шәкірттерінің арасында да, мәселелердің арасында да сондай болады дегенді. Кейбір адамдар мысалы олар басқаларына қарағанда ұстазға жақынырақ болады, немесе көбірек қызығушылық танытады, немесе олардың жаңағы бір нәрсені түсіну, қағып алу қабілеті әркімдікі әртүрлі болады. Сондықтан менің ойымша бұның айтайын деп тұрғаны, бұны көрсеткісі келіп тұрғаны, жаңағы осы әлемдегі адамдар қалай болса, біз әртүрліміз. Исаның шәкірттері де солай. Жаңағы Исаның шәкірттері бәрі біркелкі емес. Біреу былай болады, біреу басқадай болады деген сияқты. Маған бұл соны көрсететін сияқты. Ал жаңағы екінші сұрағыңыз қандай болды? Сонда жаңағы екінші аят бойынша, сонда оның сыртқы түрі, жаңағы яғни Исаның 3 елшісінің көз алдарында өзгеріске түсті. Бет әлпеті күндей жарқырап, киімдері нұрланып, аппақ сәуле шашты дейді. Дейді, және кенеттен ежелде өмір сүрген Мұса пайғамбар мен Ильяс пайғамбар пайда болып, Исамен сөйлесті. Енді сіз айтып отырсыз, Исаның өмір сүріп жатқан кезінде, сол заманда, енді біздің заманымыздың 1-ші ғасыры. Ол кезде Мұса пайғамбар да, Ильяс пайғамбар да өмір сүрмеген. Жоқ болады, не? Себебі олар жоқ, қайдан пайда болып қалды? Себебі біз Мұса пайғамбарды білеміз, ол жаңағы заңдарды қайталау кітабының 34-ші тарауында ма? Сол кезде жаңағы Мұса пайғамбар қайтыс болды деп жазылған. Бірақ қайда, өлігін көрсетпеген. Яғни оның жаңағы зираты, немесе қайда екенін ешкім білмейді, оның қай жерге көмілгенін ешкім, қай жерге жерленгенін ешкім білмейді. Ал Ильяс пайғамбарды бәріміз білеміз, ол жаңағы патшалықтар кітабы 4-ші тарауда Елші пайғамбардың көзінше жаңағы отты арбамен көкке көтеріліп кетеді. Енді неге бұл екеуі деген сұрақ қой. Неге бұл екеуі қайдан пайда болды, неліктен бұл екеуі пайда болды біріншіден. Енді осы киелі кітаптың зерттеушілері, ғалымдарының айтуы бойынша, Мұса пайғамбарда, Ильяс пайғамбарда екеуі де осы көктің тұрғындарын белгілейді, бейнелейді. Себебі енді Ильяс пайғамбарды білеміз, ол кісі өлім көрмей, жер бетінен жаңағы оттарбада аспанға көтеріліп кетті дейді. Ал Мұса пайғамбарды жаңағы оны сол жерде қайтыс болды деп жазылған, бірақ оны қалай жазылған? Егер сол аяттарды біз кішкене дем беріп оқысақ, ол кісіні адамдар келіп жерлеген жоқ. Ол кісіні Құдайдың өзі жерледі дейді. Яғни кейбір адамдардың айтуы бойынша, яғни Мұса пайғамбар да шын мәнінде мысалы физикалық тұрғыдан өлім көрмеген деп айтатындар бар. Ол Құдай жатты дегеніміз, ол ауыспалы мағынада, ол да көкке көтеріліп кетті дегенді бейнелейді дейді. Сондықтан жаңа көктің тұрғындары келіп, Исаның болашақтағы осы жақын күндері болатын жоспарын талқылап жатыр да, оның айқышқа кетілетінін, оның жаңағы өлетінін, содан кейін қайтадан тірілетінін. Жақсы, бұл негізі мен Мұсаның жаңа өлгенін ешкім көрмеді сондай, сондай болып тұр ғой, ешкім көрмеді. Адам баласы көрмеген деп жазылған. Адам баласы көрмеген. Бірақ мүмкін бір жерде ол өліп жатып қалды, ондай нәрсе де айтылмаған. Ондай да нәрсе айтылмаған. Таудан құлап бір жерге қалды. Жоқ, ондай да нәрсе айтылмаған. Бірақ Ильястың кен көрген. Ильястың көкке көтеріліп бара жатқан Елші көреді ғой. Елші көрген. Елші, пайғамбар көреді. Енді тағы да бір түсіндірмесі, ол былай дейді, мысалы, кейбіреулер былай деп айтып жатады. Мұса пайғамбар ол соны киелі кітаптың, біз енді көне өсиет, жаңа өсиет деп екіге бөлеміз ғой, немесе жаңа келісім, көне келісім деп. Кейбір ғалымдардың айтуынша, Мұса пайғамбар бұл жердегі жаңағы заңды бейнелейді, жаңағы Таурат заңын, ал Ильяс пайғамбар бүкіл пайғамбарларды артынан келіп тұрған сияқты дейді. Яғни пайғамбарлар да және осы Мұса пайғамбар арқылы берілген заңда бәрі де осы Иса Мәсіхтің айқыш ағашта шегеленіп, және содан кейін 3 күннен кейін қайтадан тірілуін, осының бәрін меңзейді деп. Немесе осының бәрі осыған жаңағы осы пайғамбарлардың айтқандары, осы заңда жазылған бәрінің осы толықтай жүзеге асуы, осының Құдайдың еркінің жаңағы шарықтау шегі, толық мағынада толық жаңағы жүзеге асуы осы Иса деп, соны меңзейді деп айтып та жатады. Жарайды, мынау өйткені Ильяс қайтып келетін туралы айтады. Сол қашан келеді ол? Сол жазылған ба?
және қайтып келген кезде дейді ол бәрін қалпына келтіреді дейді. Нені қалпына келтіреді? Осы жаңағы 10-шы аятта. 10-шы аятқа қарайық, так. Кейінірек шәкірттер оған, сонда дін мұғалімдерінің алдымен Ильяс пайғамбар бұл дүниеге қайтып келуге тиіс деулер қалай деген сұрақ қойды дейді. Енді бұл жердегі бірінші нәрсе дін мұғалімдері. Осы мен өтірік айтпасам, грек тілінде дін мұғалімі дегені грамматеус, ал ивритте софер, яғни осы тәлімгерлер, дін тәлімгерлері. Біздің тілмен айтқанда теологияның ғалымдары. Солар сөйтіп үйреткен, жаңағы алдымен Мәсіх келмес бұрын Ильяс пайғамбар қайтып келеді дейді. Енді бұл негізі бос сөз емес, себебі бұл сөзді осы Ильяс пайғамбар туралы сөзді біз Малахия пайғамбардың кітабы 4-ші тарауынан көреміз. Алдымен Мәсіх келер алдында Ильяс қайтып келеді дейді. Енді Исаның бұл жердегі жауабы, себебі бұл арада Исаның өзі Мәсіх, біз Иса Мәсіх деп сенеміз. Бірақ шәкірттері бұған дейін әлі күнге дейін жаңағы осы 16-шы тарауда біз өткен жолы айттық қой, Петр айтады, сен Құдай жіберген Мәсіхтің өзісің дейді. Бірақ бәрібір енді олардың түсінігінде, олардың ұғымында Мәсіх келерден бұрын Ильяс келу керек болған. Бірақ Ильяс қайтып келген жоқ. Олардың ойынша, сонда бұл қалай деп олар түсінбей жатыр да. Сен өзіңді Мәсіхпін дейсің, бірақ Ильяс келген жоқ қой. Бұның астарында жатқаны. Сондықтан Иса оларға айтады, Ильяс келген шын мәнінде дейді, ол жаңағы Жақия пайғамбар дейді. Жақия пайғамбар болатын дейді. Ал енді бұл жерде жаңағы біз кішкене айтпай кеттік. Жалпы бұл нәрсе неге болды? Неге Исаның түрі жаңа осы таудың басында өзгеріп жарқырап кетті? Бұл не үшін болды? Бұл жағдай неліктен қажет болды? Біріншіден, біз осында көп алдында айтып жүрміз ғой, шәкірттері Мәсіх келген кезде олар жаңағы саяси көшбасшыны күтті да, жаңағы Рим боданынан жаңағы Израильді құтқарып алады деп олар соны аңсап, соны көксеп жүр. Ал бұл жерде Иса бұларға осы тау басында болған осы жағдай арқылы оның осы жер бетінде келген басты қызметі, мысалы оның елшілік міндеті саяси емес екенін көрсетіп жатыр да Иса. Мен Құдайдан келген, көктен келген, осы рухани әлемнен келген құтқарушылармын. Сондықтан жаңағы Құдай оған жаңағы бұлт келіп, ана жерде Исаның беті нұрланып кетіп, және тура мынандай сөздер шығады, бұл менің сүйікті ұлым деген. Қазақ тілінде рухани деп қосқан, бірақ негізі оригинал текстте түпнұсқада рухани деген сөз жоқ. Прямо ұлым деп айтқан оған. Сен менің сүйікті ұлымсың. Бұл менің сүйікті ұлым, оған ризамын. Оны тыңдаңдар деген дауыс шықты. Яғни бұл жерде енді Исаның ерекшелігі көрініп тұр. Және оның жаңағы осы жердегі әлемнен емес, осы көктегі әлемнен келген. Осы көктегі Құдайдан келгені көрсетіліп тұр, соны меңзеліп тұр да. Енді неге Мұса мен Ильяс деген кезде, соны тағы да бір айтып жататыны, Ильяс та Мұса да екеуі де халықтарына келген пайғамбар болатын, өз халықтарына келген пайғамбар болатын, және екеуі де жаңағы Хориб тау, немесе Синай тауында Құдаймен кездескен. Енді мынау да сол Құдаймен кездесу орнында, осы екеуін бірге, жаңағы Исада, бірақ Ильястан және Мұсадан бөлектігі, олар Құдайдың кереметін көрген, Құдайдың ұлылығын көрген Хориб тауында. И мына жерде сол Құдайдың ұлылығы Исаға көрініп тұр. Жаңағы Исаның өзі Құдай сияқты сол жерде жарқырап тұр. Себебі ол Құдай. Себебі Мұса Құдайдың жарқырағанын көрген, ал мына жерде Исаның өзі жарқырап тұр. Яғни соны айтып тұр да, сендер осыған дейінгі тауға келіп кездесіп жүрген Құдай менмін деген. Осыны да белгілейді. Керемет. Енді бұл жерде шынымен Құдайдың Исаның Құдай екенін бейнелеп көрсетіп тұр ғой осы жерде. Дәл солай. Керемет. Енді түсінікті болды енді, жақсы. Жарайды, біз онда келесі тақырыпқа кетейік. Мәсіхтің мынау жыннан азат қылады. Бір кісінің ұлы қатты жынменен қиналады, жиі құлап, жаңағы отқа да, суға да құлап, оның мазасын алған. Сөйтіп Исаның шәкірттері соны емдей алмайды, қуа алмайды. Бірақ Иса келеді, бір бұйрық беріп, жыннан азат етеді осы жерде. Сонда жаңағы шәкірттер сұрайды, жаңағы неліктен біз шығара алмадық деп. Бұл жерде не дейді ол? Бұл жерде сенімдерің
не дейді, тарыдай сенім болғанда оны шығарар едіңдер дейді. Міне осы жерде менде мынандай сұрақтар бар. Ол жын не жын, ол қандай жын, ол ол қайдан келген жын, ол қалай пайда болған, ол адам бола тұра. Және Исаның бір-ақ сөзі ол жынды қуат, шәкірттер шығара алмайды. Иә, енді шәкірттер шығара алмайды ол жынды. Иса бұл жерде енді оларға бірнеше рет бүйтіп айтады. Егер осы үзіндінің басынан бастап оқысақ, 14-ші аятта жаңағы Иса үш шәкіртімен таудан қайтып келген кезде бір адам оның қасына жақындап, тізесін бүгіп тағзым етіп былай деп өтінді: мырза, менің ұлымды аяй көріңіз. Оның ұстамасы бар, содан қатты азап шегеді. Жиі отқа да, суға да құлайды. Ұлымды шәкірттеріңізге әкелген едім, бірақ оны сауықтыру қолдарынан келмеді дейді. Сонда Иса: ей сенбейтін, шындық жолынан тайған ұрпақ-ай дейді. Қанша уақыт қастарыңда болмақпын, қанша уақыт сендерге төзбекпін. Кәне, баланы маған әкеліңдер деді. Яғни бұл жерде біріншіден Иса сенімнің жоқтығын ол шәкірттеріне айтып тұрған жоқ. Бірінші ол бүкіл сендердің барлықтарың осы жерде тұрғанның бәрінің әрқайсысыңда сенім жоқ деп соны айтып тұр. Одан кейін барып кейінірек жаңа 18-ші аятта ол бірінші, содан соң ол жынға қатаң бұйрық береді, жын баланың денесінен шығып, ол сол сәтте-ақ сауығып кетеді. Енді 19-ші аятта Иса енді шәкірттердің арнап мына сөзін айтып тұр. Кейінірек шәкірттері оңашада Исаның қасына келіп, неліктен біз жынды қуып шығара алмадық деп сұрады. Сол кезде 20-ші аятта Иса оларға былай деді: сенімдеріңнің жеткіліксіздігінен, сенімдерің жеткілікті болмай қалды. Сондықтан сендер жаңағы жынды шығара алмадыңдар дейді. Енді біз мысалы өтірік айтпасам Луқа жазған хабар 19:10-да ма, мен сендерге жыналар мен шайындарды таптап деген аят бар ғой. Және сонда жын шығаратын билік бердім дейді. Билік болу бір нәрсе да, бірақ екіншіден сенім болу ол екінші нәрсе екен. Яғни билігі бар адам міндетті түрде оның сенімі бар деген сөз емес. Мысалы ол былай ғой, билік деген нені білдіреді? Билік бір жағында саған сондай құқық берілген адамға, бір нәрсені істеуге, бір қызметті атқаруға, соның артасында мысалы біздің полиция қызметкерлері, олардың мысалы құқығы бар. Жаңағы егер адам бір нәрсе дұрыс істемей жатса, соны барып жаңағы тұтқындап алып кететін. Бірақ екіншіден, сонымен қатар мысалы ютубта көп бір видеолар болады ғой, мысалы бір әйел адам полицейский болып қалса, жаңа үлкен бір еркек бір заң бұзушылық жасап жатса, ана әйелдің соны тұтқындауға шамасы келмей жатады. Енді ол әлсіз ғой. Ана жерде мысалы 2 метрлік үлкен бір еркек, мықты еркек бір соны қайтып тұтқындайды. Кейде мысалы, сондықтан бұл айтады, бұл билік жаңағы берілген оған. Бірақ оның сол билігін жүзеге асыру үшін оның күш қуаты жоқ, қауқары жоқ. Тура солай сенім мәселесінде де солай да осы. Сен бізге сондай билік берілген, жаңағы жынды шығар, сен жаңағы ауруларды сауықтыр. Бірақ сенің соны жүзеге асыратын сенің адамда сенім болу керек. Яғни бізде сенім дегенде адам шын мәнінде де өзін Құдайға толығымен тапсырып, жаңа осыны істей аламын, бұны істейтін мен емес, бұны істейтін Құдайға деген толығымен еш шүбәсіз, ешбір күмәнданбай сенім арту. Иса сосын оларға былай деп жауап береді: сендерде дейді осы тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, сол кезде сендер жаңағы мына тауға бұл жерден ана жаққа көш десеңдер, олар айтқандарыңды істеуші еді дейді. Енді қараңызшы, Исаның айтып тұрған бұл жерде сендердің тіпті тарыдай да сенімдерің жоқ дейді. Сендер менің соңымнан ересіңдер, менің уағыздарымды тыңдайсыңдар, кейбіреуің тіпті менің шәкіртімсіңдер. Жаңағы бүкіл ел сияқты менің бүкіл халыққа айтатын уағыздарымды ғана естімейсіңдер дейді. Сендер менің таңдап алған шәкірттерімсіңдер. Сендер басқаларға естілмейтін, басқаларға тек астарлап қана айтылатын уағыздығын естімейсіңдер, сендер соның түсініктемесін естейсіңдер, мен сендерге соның бәрін түсіндіремін, мен сендерге өзім үлгі болып, менің жүріс тұрысымды көресіңдер күні бойы. Соның өзінде сендердің тарыдай осында сенімдерің жоқ дейді. Және 21-ші аятта ары қарай түсіндіріп айтады: мұндай жындарды тек Құдайға сыйынып, мінәжат етіп, ораза ұстаумен ғана қуып шығаруға болады дейді. Біз мынандай суретті жиі көреміз ғой, келіп кітаптан, Исаның өзі дұға етіп отыр, бірақ шәкірттер ұйықтап жатады. Енді шынында біз енді сенушілеріміз, мәсіхшілеріміз қауымға барамыз, сенушілердің арасында жүреміз. Сондықтан біз ойлаймыз да, мына адам дұға етіп жүр ау деп. Бірақ шынында кімнің қаншалықты дұға етіп жүрген Құдай ғана біледі.
және сонымен қатар тағы да айта кететін жағдай, мына осы көп жағдайда осы дұрыс как цитата жасалмайтын аят. Тіпті тарының түйірінде ғана сенімдерің болса, мына тауға бұл жерден ана жаққа көш десеңдер дейді. Осы аятты көп жағдайда адамдар дұрыс талқыламай жатады. Бұл енді кітаптағы былайша айтқанда өте атақты аяттардың бірі, бірақ бұл ауыспалы мағынада айтылған сөз. Тура мағынада айтылған сөз емес. Енді өзіңіз елестетіп көріңізші. Ауыспалы дегенде қалай? Енді тура мағынада орындалса, егер мен мына сенімі бар адам тұратын қалада тұрғым келмеуші еді. Енді ойлаңызшы, біз Алматыда тұрып жатырмыз қазір. Соны Исаға қатты сенетін бір адам келді да, бір уағыздаушы ма, бір бағушы ма, немесе бір қауымда бір қатты дұға ететін адам алады да, Алатауға жүр былай дейді. Сосын тау көшіп кетсе, не істейміз? Ол біздің бәрімізге қиын болады ғой. Тау жүретін аймақта тұрмаушы едім мен. Ол материкте тұрмаушы едім. Енді ойлаңыз, сіз отырған жерде қазір тау жаныңызға жетіп кетсе. Ол деген енді былайша айтқанда катастрофа. Сондықтан енді бұндай бұл жерде енді салыстыруға сен тарыдай сенім мен тауды елестет. Сен тарыдай сенімің болса, сен сол тау сияқты үлкен нәрсеге әсер ете аласың. Бұл аяттың мәні, мағынасы. Егер сен тарыдай сенімің болса, сен үлкен нәрсені істей аласың. Және екіншіден, тағы да бір нәрсе, ол сенім. Мысалы, тарыдай нәрсе, тарыдай сенім, таудай үлкен тауды қозғалтады дейді. Бұл нені білдіреді? Бұл керемет. Мысалы, қазір біз осы жерде отырған кезде, мына жерден бір періште шыға келсе, біздің көрермендеріміз де бәрі де Исаға сенуші еді, сіз бен біз де одан бетер Исаға сеніп кетуші едік. Бірақ тағы да бұл сенім дегеніміз кейдеші керемет болмаса да Исаға сену. Сіз ойластырып көріңіз, өміріңізде ешбір куәлік болмаса да сенім. Бірақ біздің көбіміздің Исаға Мәсіхке келген сеніміміз қалай? Біздің өмірімізде бір кішкентай керемет болу керек болды. Дұрыс. Онсыз біз сенбеуші едік. Біз онсыз сенбейміз. Бұл да бір көрсеткішті адамның сенімі жайында. Негізі сенім бір мен бұлай түсіндіремін де енді. Мысалы, бір жарыстарға дайындалу үшін мықты тренировка керек, дұрыс па? Жақсы тамақтану, жақсы тренировка керек. Шынданып, әдемі болып жарысқа барсаң, жеңіп шығасың. Сол сияқты мынау сенімді де бір шындандыру керек сияқты да менің ойым. Бұл шындандыру бір Құдаймен және Құдайдың сөзімен ғана сияқты да. Өйткені Құдайдың сөзін оқыған кезде, мына өмір деген салыстырған кезде, мына нәрсені дұрыс осылай істесем, сенсем, Құдай осы нәрсені жасайды екен ғой депті. Енді талай осы нәрсені естіп жатырмыз ғой, осы сенімменен үлкен өзгерістер болып жатқандарын. Бір Өзбекстанда ертеде Өзбекстанда Исаға сенетіндер көп болған екен. Сондай тарихта сондай бар екен. Сол кезде патша мынандай айтқан екен. Осы сенушілер көбейіп кетті, Исаға сенетіндер. Бұлардың жолдарын жабу керек қандай болса да. Давай, бұларға мен шарт қояйын. Осы шартты олар бір айдың ішінде ма жасау керек. Ол бүйтіпті. Сол Өзбекстан жанында бір тау бар екен да. Сол тауды қозғалтатын адам бар болса, онда мен сендерді қалдырам сенімге деп айтқан екен. Сосын іздеген ғой сенушілер. Не бір пресвитерлер, жаңаға бағушылар, ойбай кім бар. Даже бағушылардың ондай несі жетпегенде соған. Сөйтіп бір мықты бір етікші сенуші бар екен. Тек қана етігі тыныш отырады екен. Бірақ сол сыйынған кезде көп жерде үлкен өзгерістер болады екен. Адамдар емделіп кетеді екен. Бір керемет жоқ болса бір нәрсе бар болып кетеді екен. Сондай жағдай деген. Соған келіп жалынған ғой. Сен көрсейші осыны. Біз бәріміз саған поддержка етеміз жүр деп таудың қасына апарған ғой енді. Тауда тұрып та артында бүкіл бағушы пресвитерлер бәрі қаталып тұрған ғой. Сөйтіп ана жерге барып үндемей отырып басын изеп, басын жерге тигізіп дұға етіп сыйынып танау. Сөйтсе тау шынымен дір 3 рет сондай нәрсе болыпты ғой, дірілдепті да. Сөйтсе патша алыстан көріп тұрып айтыпты да, бұлардың сенімдері мықты, бұған тиіспеңдер деп. Бір Исаға сенушілер деп айтпайды екен сол заманда, басқа бір немен жеткізе деген. Бұларға тиіспеңдер, қалдырыңдар деп қалдырған екен да. Сондай бір куәліктер естіген едім. Сол сияқты бізде де бір үлкен сенім керек. Исаға деген мықты сенім болса, онда бізде көп нәрсе жасалынады. Дұрыс па? Құдай жасай алады. Семьяда да болсын, мынау тіршілікте де болсын, өмірде болсын, ол Құдай кем нәрсені жасайды.
Керемет, жақсы. Қазір енді соның ақырын тағы бір соңғысына келейік. Мынау ғибадатханада садақа туралы. Және сол жерде білесіздер, ол Петрге келіп, сол ғибадатхананың адамы айтады, неге ұстаздарың салық төлемей ма деп. Сосын Иса оған келіп, жаңағы қармақалда суға таста дейді. Сол жерден балық шығады. Балықтың аузынан, ішінен бір күміс теңге шығады дейді. Соны алды, бізге бер дейді. Енді осы жерде мен ол қалай осы нәрсе болып жатыр? Неге олар өз адамдарынан салық алмаған? Неге сырттағылардан салық алған? Және ол балық қаяқтан пайда болып қалды? Оны қалай біліп қойды ол балықты? Теңгесі бар екен оның. Бұрын или жіберіп қойды ма екен ол алдын ала сол жерге? Енді бұл жерде біріншіден түсіндіре кететін жайт, олар Қапарнаумға келгенде ғибадатхана үшін садақа ақшасын жинайтындар Петрге келіп. Яғни бұл жерде ғибадатхананың салығы болған. Бұл деген ресми немесе заңды салық емес. Бұл адамдардың өз еркімен беретін салығы. Жаңағы бағанағы айтқанымыз сияқты, мысалы, егер осы жерде жүріп салық төлемесеңіз, сіз заңды бұзғаныңыз сияқты, бірақ ғибадатхананың салығы ондай салық емес. Мысалы, біз машина сатып алсаңыз салық төлейсіз, біз көрінбейтін салықты көп төлейміз ғой, мысалы, НДС анау мынау деп төлей береміз. Бірақ бұл ондай салық емес. Бұны адам бергісі келсе береді, бергісі келмесе бермейді. Бірақ егер ол осыны қабылдап берсе, ол нені білдіреді бұл салықты? Яғни бұл адам ғибадатхананың салығын беру арқылы сол ғибадатхананың жаңағы басшыларына немесе осы ғибадатхананың билігіне қалай мойынсынуды білдіреді. Яғни сіз кімге салық төлейсіз? Мысалы, біз Қырғызстанға салық төлемейміз, себебі біз Қазақстан азаматтарымыз. Біз Қазақстанға салық төлейміз, себебі біз осы елдің заңына мойынсынамыз, біз осы елдің ережесін ұстанамыз, осыған сол бойынша өмір сүреміз. Бірақ біз басқа елдің ережесі бойынша өмір сүрмейміз. Мысалы, біз Ресейдің ережесі бойынша өмір сүрмейміз, Қытайдың ережесі бойынша өмір сүрмейміз, өзіміздің ережесі, Қазақстанның ережесі бойынша өмір сүреміз. Сондықтан қазақ заңы бізден нені талап етсе, біз соны орындаймыз. Дәл солай, егер сіз біреудің айтқанын орындасаңыз, сіз оған былайша айтқанда мойынсынып тұрсыз. Енді қараңыз, өте қызық жағдай мына жерде. Иса көктен келген Құдай. Құдайдың ұлы. Енді мына жерде жер бетіндегі ғибадатхана. Енді ана ғибадатхананың салықшылары Исаның шәкірті арқылы оған сәлемдеме жіберіп жатыр. Сен жаңағы салық төлейсің бе, төлемейсің бе? Енді бұл жерде Иса бір жағынан өте қиын жағдайда тұр. Егер олардың айтқанын қабылдап төлесе, онда Иса солардың ғибадатхананың салықшыларының билігін қабылдап тұрған сияқты. Бірақ оның Исаның билігі олардікінен әлдеқайда жоғары. Бұл көктен келген билеу үшін. Екінші жағынан, егер оны төлемей бас тартса, онда жер бетіндегі сол жердегі мәдени тұрғыдан, сол жердегі қалыптасып қалған салт дәстүр бойынша Иса ғибадатханаға мойынсынбай тұр, онда оның жаңағы Исаның қарсыластары айыптаушы еді, мынау жаңағы жалған дінді таратушы анау мынау деп. Сол кезде Исаның істегені қалай бұл жерде? Бұлар салықты бөтеннен жинайды деп айтып тұр ғой. Енді риторикалық сұрақ арқылы осыны тұжырымдап тұр. Неге? Себебі енді ол кездегі көне заманда, мысалы, жаңағы біздің Қазақстан бойыншағы, Қазақстан Республика бойыншағы аналогиясы бойынша, біз Қазақстанның азаматы болғандықтан, біз осы елге салық төлейміз. Керісінше де қазіргі заманда. Ал ол кездегі заманда басқадай болған. Ол кездегі заманда, мысалы, Рим империясы, мұны шындық бойынша. Енді Рим империясын баю үшін ол не істейді? Ол басқа елдерден жаулап алған жерінен салық салады. Енді жаулап алудың басты мақсаты сол ғой. Біреудің жаулап алып, соның өмір бойы жиып тергенін, соның жартысын, немесе жарысының көбін өзіне алып қою. Егер оны төлемесең, ол ұрады, соғады, немесе жаңағы соқсашады. Немесе дегендей өлтіреді дегендей. Ал ғибадатхананың салығы жаңағы адам өз еркімен төлеу керек, бірақ соны төлеу арқылы жаңағы сен соған мойынсынып тұрсың. Енді Исаның осы жердегі істеп тұрған, Исаның өзі төлеген жоқ қой. Егер біз осы үзіндіні дұрыстап мән беріп оқысақ, оны төлеген Петр. Иса Петрге төлетті. Петр себебі ол адам ретінде ол сол ғибадатханаға салығының соған мойынсынушы адам. Және Петр ол балықшы. Қалай аулады. Сондықтан балық аулаудың қалай екенін біледі. Сондықтан Иса соған көлге жіберіп тұр да, сен көлге барып тастасаң, сол жерде балық болады, мен кереметпен жіберген балық болады, сен солай төлейсің деп.
керемет, жақсы. Біздің сұхбатымыз аяқталып қалды. Енді қорытындылап келгенде, бұл Исаның жүзі нұрланып кетті деп айтады ғой, енді киімі нұрланып, жүзі деген жарқырап кетті деген. Бұл Исаның Құдай екенін білдіреді. Керемет, сондай. Өйткені Мұсаның өзі, Ильястың өзі қасына келіп тұрған. Сосын Ильястың әлі келетін бүкіл әлем күтіп отыр қазір. Ол келет, бәрін ретке қалпына келтіреді деп отыр тағы да. Сосын да жынды қуғаны бар, оны шығарғаны бар. Ол жерге үлкен сенім керек екенін айтып отыр. Сенім керек, шәкірттерін айтады, ораза ұстап сыйыну керек осындай жерде деп. Құдай сондай жерден бұл сенушілерге де қандай басына қиындық келсе, осындай шешілмесе, ол оразамен, дұғамен Құдай бір құтқаратын және жол ашатынын көріп отырмыз. Және салықты өз нәрсесіне қиналмай беру туралы естіп отырмыз. Құдайдың Құдайға беру керек, өкіметтің өкіметке тапсыру керек. Газды, светті, энергияны ұрламау керек біз. Ол счетчикті тоқтатып қоятын кездері бар. Жоқ, ол нәрсе дұрыс емес, ол нақты беру керек, дұрыс салықтың кен төлеу керек, Құдайдың Құдайға беру керек. Сонымен керемет, жақсы отырыс болды. Құдай барлықтарын бауырларын Құдай жарылқасын, бата берсін. Сіздер де Құдай алдында нұрланып жүре беріңіздер.